Қайырлы күн, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Бір, даусым естіліп тұр ма екен? Видео көрініп тұр ма екен? Плюсіктер қояйық. Ох, қандай керемет, не деген белсенді студенттер. Керемет. Аха, көріп жатырмын. Сәл қазір тағы да кішкене басқа студенттерімізде күте тұрайық, өйткені модерация смс жаңа ғана өтті. Студенттер смс алып, қазір уже ақырындап кіре бастағанда, уже сабақтың өзіне көшетін боламыз, Әзірге даусым барлығы естіліп тұрса, рахмет, Гүлзира ханым, мен тек қалым барлығы жақсы. Так, студенттер комнатаға жиналғанша жалпы дайт өзіміз әңгіме дүкен құра тұрайық, 2 күннен алған инсайттарыңыз қандай болды? Қандай қорытынды жасадыңыздар? Қалай әсер етіп жатыр алған білім? Ақшаға деген қарым-қатынас, қарызға деген қарым-қатынас қалайша өзгерді, өзгермеді? Сол туралы кішігірім инсайттарыңызбен бөліссеңіздер. Так, кешегі күннің сабағын сәл кешірек салдық, өйткені экспорт ұзақ уақыт алғандықтан сәл кештеу салдық, бірақ қазір ол платформада бар. Жақсы ма, Фатима ханым? Сондықтан платформаға кіріп қарасаңыз, бірінші, екінші күннің сабағы тұр. Көп рахмет, көп нәрсе үйреніп жатырмыз. Рахмет. Өте миолог болып шығатын шығармыз дейді. Сабақ от Назерке ханым, керемет. Ұнап жатқаны 2 күннен осындай әсер алып жатсаңыздар, онда білмеймін, курсқа келсеңіздер вообще ұшатын сияқтысыздар ғой. Ми өзі туралы түк білмейді екен. Әрине, ми туралы мен вообще қазір сіздерге бір қызықты факт айтайын ба? Ми туралы дегенде, адамзат, когда ми бар екен, соның барлығын қаншама зерттеді ғой. Және де, жалпы қазір өмірдегі бүкіл миға қатысты білімді алатын болсақ, ми зерттегелі, ми танығалы қандай ақпарат біз білеміз, оның 95% соңғы 5 жылда алынған мәлімет. Ойлап көріңіздер, сонда ми туралы біз енді ғана бұл тақырып ашылып, енді ғана дамып келе жатқан нәрсе, сондықтан да сіздер де, мен енді шетелдік курстар өте көп оқып, миға қатысты өте көп курс, жаңағындай кітаптар көп оқып, сөйтіп ақпараттарды шетелден тез алып, қазақ тілінде бізге өзімізге түсінікті, менталитетімізге сай етіп, ми тақырыбын сондықтан насихаттап жүрмін. Ми тану өте маңызды екенін түсінгендіктен, өзімнің парызым ретінде оны насихаттау деп білемін. Не деген комментарийлер? Ал студенттер ақырында қосылып жатқанын көріп отырмын. Әзірге 1-2 инсайттарыңызбен бөлісейін, мүмкін араларыңызда, тағы да осындай да инсайт бар екен ғой, осы туралы да айтылған екен ғой деген ой түртіп аласыздар, Так, Құндыз ханым айтады, иллюзиядан сразу арылдым дейді. Қарыздан құтылуым жоспарын жасадым. Керемет, жарайсыз. Бірден алған білімді, біз білдік, керемет деп отыра берсек, ол білімге жатпайды негізінен. Білім, ол тек қана алған ақпаратты біз кәдімгідей жазып, нәрсені орындап, әрекетке көшірген кезде ғана ол тәжірибеге айналады, Сондықтан да бірден жоспарды жазып, бірден бүкіл негатив жазып, қағазбен жазып, мен берген техникаларды үй тапсырмасы ретінде бірден орындағандарыңыз, ол тіптен керемет. Мен сіз үшін өте қатты қуаныштымын. Да, керемет. Мен де расымен кәдімгідей түсініп келем дейді. Алғы шарт миды тану екенін. Керемет. Қарыз алу болашақтың ақысына кіру. Қандай күшті. Мен үнемі қарыздармен қорқып жататын едім. Осы сабақтан соң батыр болып бастадым. Жарайсыз. Қарыз деп біз кәдімгідей қатты уайымдап, оны нететін болсақ, ол қарызды жабатын біз ғой, біз алған соң оны біз жабуымыз керек. Егер энергияның бәрі қорқыныш пен уайымға кетсе, оны жабуға энергиямыз жетіспей қалады, Сондықтан батыр болғаныңыз ол тіптен керемет, сондықтан тек қана алға, жақсы ма? Енді қарыз алмауға тырысамын, қарыз ақшаның көлеміне байланысты емес, миға байланысты екені. Қандай күшті. Талшын ханым, прям 2-ші сабақты мощно қорытындыладыңыз ғой. 2-ші лек қашан болады? 2-ші лек ненің, ақша және мидың ба?
Пока білмеймін. Айналайын ми тоже білмеймін. Өйткені екінші лек, скорее всего, бірінші лекті бітіргеннен кейін 2 айдан кейін болатын шығар. Қарызға шүкіршілікпен қайтаратын. Так, мен ұшамын деп дайындалып жүрмін дейді. Бала шағамды дайындап, маған кедергі жасамаңдар, 20 күн уақыттарың бар деп. Өте керемет. Так, сәлем, енді кірдім. Ешнәрсе өткен жоқ. Біз енді бастап жатырмыз. Бүгін 3-ші күн ғой. Біз алғашқы 2 күннің алған инсайттарды бір қорытындылап жатырмыз. Бұл өте маңызды негізінен. Өйткені қараңыздар, мен сіздерге бір күн ақпарат өте көп бердім, 2-ші күн ақпарат көп бердім. Енді сразу қайтадан ақпаратқа көшіп кетсек, мида ақпарат бетіп орнына қонбайды да, сіздерде ми ашу болып кетеді. Ал егер біз сабақтарды қорытындыласақ, ми оны, все, мен осыны түсіндім дейді, ол ақпаратты қорытып үлгергендіктен 3-ші күн ақпаратын берген кезде ол әлде қайда өтімдірек болады. Сондықтан да сіздер де белсенділік танытып жазып жатқандарыңызға өте қатты қуанып отырмын. Күшті. Сондықтан расымен қорытындылау деген ол өте маңызды нәрселердің бірі. Өйткені ми ол кез келген нәрсені аяғына дейін жеткізгенді жақсы көреді негізі. Жақсы ғой, Так, Ләззат ханым жауап береді, WhatsApp-қа жаза қойыңыз. Бүгін көп студенттерге жазып, кіруге көмектесіп, вопростарын шешіп жатыр, сондықтан о жағынан вообще проблема емес, хорошо? Так, қатып жатыр дейді. Қатып жатса, давайте, қатып жатыр ма жалпы, сіздерден сұрайыншы, естіліп видео көрініп барлық жақсы болса, плюс қойыңыз, егер дұрыс болса, ары қарай кетеміз, хорошо? Все, Ләззат ханым, решится вопрос, ол ешқандай қиын емес. WhatsApp номерге тағы да сізге жазсын деп айтамын. Барлықтарыңызға жауап беріп, кіріп сабақты қарай аласыз, хорошо? Так, жолдасыма айтып, қарыз алмаймыз деп шештік. Жолдасыма да өтті дейді. Қандай күшті. Әрекеттің астында үлкен ой бар екен, соның білім қоры әрекеті ғана емес екен, ойда екен мәселе. Алдында ақшалып бәрін кредит жабуға салсам да жетпей қалды. Енді қарыз алмау керектігін түсіндім. Все, керемет. Так, жақсы. Ондай болса, біраз студенттер уже кіріп болған секілді, онда ақырындап сабағымызға көшейік. Жақсы ма? Бірінші күнде, 2-ші күнде сақталды, платформаға салынды, кіріп қарасаңыздар болады. Бүгінгі сабақ сақталады, бұл да, бірақ сақталу процесі просто ұзақта, бірнеше күн созылып кеткендік, 10 сағат сөйтіп сақталады видео, сондықтан ол бір уақытта болмайды өкінішке орай. Все, хорошо, керемет. Инсайттарыңыздың барлығы керемет. Ережелерді ұмытпаймыз, бір қайталап жіберейік. Барлық инсайттар ұмытылып кетпеу үшін қолымызда қалам, қағаз ұстап жазып отырамыз. Мен айтқан сөз кішкене кешігіп барады интернет үшін, және де бізде модератор ханымдар отыр. Біз сонымен сіздермен бірге 3-ші күн, менің көмекшім жазып жатыр. Барлық кісілерге, Ләззат ханым, барлықтарыңызға жауап берін деп жазып жатыр, так что вроде ондай проблема болмау керек, хорошо? Сонымен, бірінші күн ақша туралы айттық, 2-ші күн қарыз туралы айттық, уже кішкене қаражатқа деген ой қалыптасып, мимен біраз жұмыс жасадық. Енді бүгін біз көбірек өзіміз туралы, әдет туралы, мен және ми деп аталатыны бекерден бекер емес, сондықтан да бүгінгі сабақта не болады? Әдет қалыптастыру туралы, жалпы қалайша біз енді алған білімді іске асырамыз, қалайша іске кірісіп кетуіміз керек, қорқынышпен жұмыс жасау, дамыту стратегиясы және басқа да ақпараттар мен бөлісетін боламын. Кімге осы тұрғыдан сіздерге бірден кішкене тақырыпты қыздырып, не туралы болады анықтау үшін сіздердің өздеріңізден сұрағым келіп отыр. Неге іске кірісіп кетпейміз? Және бір іске кірісіп кету деген проблема кімге таныс? Кім біледі соны? Осындай сұрақ бар. Немесе жалпы бүгінгі сабақты ашу тақырыбын ашу үшін, тағы да не туралы айтылып, қандай проблемаларыңыз бар? Соны айтайықшы. Неге іске кірісіп кетпейміз? Неге жалқауланамыз? Неге бір нәтиже алу қиын болып жатады бізде? Жауаптар кетті. Жалқаулық пен еріншекті, қорқыныш. Үйренген өмірімізді өзгертуге қорқамыз. Ми қорқады. Басқа ойлар кедергі болады. Қорқыныш. Соңына дейін қызығушылық кетіп қалады дейді. Жалқаулық. Хорошо. Жалпы енді қараңыздар, бұл проблеманы шешкілеріңіз келеді ме?
қалай енді іске кірісіп кетеміз? Хорошо, бізде соншама көп проблема бар екен. Енді жақсы, ми жалқау екен, анау екен деп отыра береміз бе, әлде өмірімізді өзіміздің қолымызға алып, жауапкершілікті алып, өзгертуге кірісеміз бе? Неден бастауды білмеймін дейді. Аха, елдің сөзі деп тұрамыз, ондай да бар. Көрдіңіздер ме, әрбір нәрсе кәдімгідей миға не келеді, иә? Кірісу керек, әрине кірісу керек. Тұрақты жұмыста тастап кету қорқамыз. Енді қараңыздар, расымен де неге іске кірісіп кетпейміз? Көбісіміз өздеріңіз де жауап беріп отырғандай, ми жалқау, иә? Не үшін ми жалқау деп айтып жатырмыз? Себебі мен сіздерге бірінші сабақтың өзінде айттым. Бізде 3 бөлімнен тұрады дедік, иә? Және ең соңғы бізде бүкіл шешімге жауапты мынау рептильный мозг бар ғой, 5 миллион жыл бойы қалыптасып келген мидың бөлігі, ол басқарады да. Және бізге тек қана мидың басты функциясы, ол не деп айттық? Бізде арман, мақсат орындау үшін, немесе ол пәтер алу, квартира алу, жақсы өмір сүру деген нәрсе оған вообще керек емес. Ми не істейді? Сіз өмір сүріп жатырсыз ба? Болды, ары қарай керек емес, иә? Одан басқа ми жаңағындай өздеріңіз айтып тұрсыздар, қаншама установкалар шығып жатыр, ұят болады деп қорқады, немесе біздің іс әрекет жасауымыздың кез келген бір себебі бар, өйткені ол қорғайды. Ол ойлайды, егер қазір мен бір жиынға шығып сөз сөйлесем, немесе бір нәрсе болып ұятқа қалсам, бұрында тайпа кезінде кәдімгідей адамды тайпадан қуып жіберуі мүмкін, немесе ол өміріне қалайда қауіпті ғой, яғни миға әрқашан стаяда өмір сүру ол өте маңызды. Негізінен мидың ең басты 3 инстинкті бар. Мен оны айналайын мида кәдімгідей 3 түрлі сабақ ретінде әрбір инстинкті ашып айтқым келеді. Өйткені ол жақта кәдімгідей научный данныйлар өте көп. Яғни біздің мидың ең басты 3 инстинкт болса, сол мен ғана өмір сүреді. И үшіншісі ол бізде жаңағы әлеумет, яғни стаяда болу біздің миға өте маңызды. Сондықтан да бір жақ жұмыс баста кетіп, бір іске кірісіп кетіп, кейін провал болып, ұят болып, бір нәрсе болып, стаядан бізді қуып жіберсе, ол не болады? Ол біздің өмірімізге қауіп болады ғой. Сондықтан да ми іске көшпейді. Қорқыныштар бар, өздеріңіз айтқандай, ми жалқау, бізде өте жалқау негізінен. Оның бір нәрсе жасау үшін ол энергияны көп жейді. Одан басқа сіздерге тағы да осындай ақпар айтайын. Не үшін ми жалқау? Мысал ретінде біз энергияны қайдан аламыз? Тамақ ішеміз, су ішеміз. Суды өте көп ішіңіздер, өйткені миға ол өте пайдалы. Мен бүкіл курстарымда, сабақтарымда айтып отырамын, Сондықтан біз энергияның бәрін судан, тамақтан барлығын алғаннан кейін, енді ойлаңыздар, статистикамен сіздерге айтайын, бүкіл бізге денемізге түскен 100% энергияның, егер біз еш нәрсе жасамай, еш нәрсе ойланбасақ, 8%-ын ми тұтынады. Еш нәрсе ойланбай, мысалы, просто түк істемей отырып, немесе демалып, немесе жататын болсақ, ми бүкіл энергияның 8%-ын тұтынады. Ал енді сәл ғана кішкене ойланып қалсақ, ананы қалай шешсем екен, ананы не істесем екен деген сияқты кішкене мыслительный процесс мида қосылса, ол біздің 8%-дан сонау 25-30%-ға дейін тұтынады. Ойлаңыздар, бүкіл энергияның 3-тен 1 бөлігін біз миға жібереміз. Ол осылай ғой, примерно. Мен сабақтарда айтқанды жақсы көремін. Мысалы ретінде сіздер телефонмен жүресіздер, и күннің жарығында біз кәдімгідей бүйтіп фонарикті жағып қойып жүрсек. Логикалық тұрғыдан ол дұрыс па, дұрыс емес па? Мысалы ретінде біз алып өйстіп фонарикпен күн-түні жүрсек. Жауап беріңіздер. Плюс-минус түсініп жатқандарыңыз, естіп жатқандарыңыз көрейін. Әрине, мысалы фонарикпен жүрген ол бір түрлі, сондықтан да біз фонарикпен өшіріп тастаймыз да, жүреміз, Ми тура солай жұмыс жасайды. Ол бүкіл дененің небәрі 2% құрайды, салмақ жағынан, масса жағынан, И ойлаңыздар, мынандай бастағы кішкентай нәрсе, енді бүкіл денемізге қарағанда салыстырмалы түрде ол кішірек қой, 2% зат бүкіл энергияның
үштен бір бөлігін жесе, ол табиғи тұрғыдан дұрыс емес. Сондықтан да ми әрқашанда энергияны сақтауға тырысады. Әрқашанда ойланбауға, ешнәрсе жасамауға, табысты таппауға, иә, соның барлығын әрқашан энергосберегательный батарейкалар бар ғой, тура сол сияқты ми 30% энергияны жұмсап тастамау үшін ми не істейді? Эконом режимда әрқашан жүреді. Сондықтан да бізге кітап оқыған қиын, курс бастасақ аяғына дейін жету қиын, өйткені жаңа ақпарат әрқашан қорытып, ми энергия көп бөлу керек қой, а ол біздің эволюциялық тұрғыдан денемізге ол типа зиян, иә, жаңағыдай біз фонарикпен жүрген сияқты. Сондықтан да біздің ми жалқау. Бірақ енді біз осыны білдік, иә. Вот, көп нәрсе ойлана бергенде шаршап кетемін, хотя я ничего физически не делаю. Вот, Құндызхан, расымен де. Біз даже наоборот, мен сіздерге көбірек айтайын. Андай оқушы балалар болса, солардан қатты білінеді. Немесе өздеріңізден де андай бір ең қиын отчет жасау керек болса, бір кітап оқу керек болса, курс оқу керек болса, өйстіп или там бір қиын тапсырма орындау керексің ғой, иә. Сол кезде барып қиын тапсырма орындағаннан гөрі ойлайсың да, ана посуда жуылмапты ғой, барып посудан жуа салайыншы, посудан жуып болғаннан кейін оқимын, иә. Немесе андай былай мимен ойланатын затпен физикалық тұрғыдан жасайтын жұмыс болса, ми қайсын таңдайды? Ол лучше физически жұмыс жасағанды таңдайды, түсініп отырсыздар ма? Кімге осы нәрсе түсінікті болды, өтті? Давайте плюсиктер қойыңыздар, чтобы мен ары қарай жалғастыратын. Я, ми кәдімгідей қарсыласады дейді. Бір нәрсе бастасақ, ұйқымыз келеді. Плюс, керемет. Тақырып өтіп жатыр екен, онда ары қарай жалғастырайық. Яғни түсінікті ғой, қараңыздар, бүкіл энергия ми өзіне қайта тұтына бергеннен кейін, ол еш нәрсе жасамауға тырысады. Бізде көп адамдар айтады ғой, ана зарплатаға келген кезде, вот, ауыр жұмыс жасайды, мысалы, кейбір адамдар ауыр жұмыс жасайды, и зарплатасы аз, бірақ кейбір адамдар ауыр жұмыс жасамайды, мимен баспен жұмыс жасайды, и жалақылары үлкен, хотя сырттан қарасаң, вроде ана физически жұмыс жасап жатқан адамның жұмысы қиын сияқты, а на самом деле, оказывается, мимен жұмыс жасаған, ол әлде қайда адамнан батылдықты талап етеді, жаңағындай шыдамдылық, миды көндіру және қаншама нәрсе болғандықтан, мимен жұмыс жасаған, ол әлде қайда энергияны көп талап етеді. Сондықтан да баспен жұмыс жасау, ол андай в удовольствие емес, көп адамдар через себя, через силу жасайды, сондықтан да енді біз не үшін ол олай екенін түсіндік, яғни біздің ми жалқау. Менде сондай дейді. Курс оқиын десем, үй жинап тастайыншы деп кетем. Ол сізде ғана емес, барлығында бар сонда негізі. Даже мен інілерім, мысалы, қазір есіме түсірсем, кезінде сабақ істе, бір нәрсе десе, бар футбол ойнай, футболмен қатысуға, бір олимпиадалар мен спортқа қатысқысы келеді, нежели сабақ оқығаннан гөрі, сондықтан да барлығы физикалық тұрғыдан жұмысты көбірек таңдап кетеді, Мен ұйықтамасам, кітап ашам. Бұл жақта енді кітап оқысам ұйқым келеді, көріңіздер ғой, ми, яғни ол қатты жалқауланады. Енді бұл идея түсінікті болса, енді біз қараңыздар, все хорошо, эволюциялық тұрғыдан ми жалқау екен, все болды, давайте түк істемейміз, қалдырайық деп отырамыз ба, әлде все-таки әрекетке көшеміз, или миды көндіреміз бе? Кім қандай жол таңдайды? Точно дейді, плюс. Әрекет, әрине әрекет таңдауымыз керек. Егер де все ми жалқау және ол өзгере алмайтындай болса, онда жан жағымызда табысқа жетіп жатқан адамдар жоқ емес бар ғой, миын көндіріп, қарызында жауып, табысында тауып, бизнесінде жасап жүрген адам бар, яғни оған үйренуге болады, ол андай бір IQ жоғары, бір одаренный адамдарға ғана арналмаған, бұл техника кез келген адамға болады, және сөйтіп миды да көндіру болады, Енді мен сіздерге айтайын, қайтадан ми арман мақсат емес, өмір сақтау үшін қызмет еткендіктен, біздің мақсатымыз орындалу үшін бірінші сабақты есімізге қайтадан есімізге түсіреміз. Ол мақсат
бізге өмірдей қажет болуы керек. Яғни біз ол мақсатқа орындалмасақ, как будто біз өліммен тең сияқты ситуация болса, біз қалай да әрекетке көшіп кетеміз. Рас қой, иә? Енді түсінікті болу үшін жаман мысал болса да келтірейін, сол кезде сіздер қатты түсінесіздер. Мысал, сіздерге қазір сұрақ қоямын қайтадан. Мысал, ақша жоқ дейік, иә? Қалмады ақша. Там артық ақша, тыққан ақша тоже вроде бы жоқ, иә? Бірақ не істейміз? Мысал ретінде, бұл жаман мысал. Бірақ жақынымыз ауырып қалса, немесе баламыз ауырып қалса, дәрігер келіп, срочно осы дәріні беру керек, осы дәріні ішу керек деген кезде, сіз блин, менде ақша жоқ еді, давайте ақша тапқаннан кейін дәрі сатып аламын, сосын емделейікші дейсіз ба? Әлде анау қалай да ақша тауып, ол дәріні сатып алып, баламызға береміз бе? Сұрақ осындай. Миға басты қатырма деп айтатын болсақ, ол өзі бастап отырды. Я, ақша табамыз қалайда, я? Тағы да қандай жауаптар келеді екен? Қалайда тауып береміз? Табамыз. Вот, көрдіңіздер ме? Как бы егер ондай мұқтаждық болмаса, ол вопрос, ол іс сізге кәдімгідей өмірдей қажет болмаса, онда мы оған ешқашан андай әрекетке көшпейді. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Біз егер мысалы там ақша жоқ, бірақ әйтеуір бір-екі тамағымыз бар, барлығы нормально болса, ондай прям жан таласпай үйде отыра беретін едік, иә? Бірақ ситуация қандай? Ситуация басқа болып тұр ғой, балаларымыз ауырып, жаңағындай дәрі керек деген кезде біз бүйтіп жайғасып отырмаймыз, сразу не істейміз? Сразу іске кірісіп кетеміз. Түсініп отырсыздар ма? Яғни мида іске кірісіп кететін механизм қашан қосылады? Когда ол бізге жизненно необходимо болады. Міне мына жақта слайдта да жазылып тұр, иә? Өмірдей қажет болуын қамтамасыз ету керек. Сондықтан сіздер мақсат таңдаған кезде, арман таңдаған кезде, оған ми біріншіден сенетіндей болу керек, екіншіден ол өмірдей қажет болуы керек. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Я, ойланбастан табамыз. Но так, қараңыз, вспомнила, у меня не было денег, 2011 жылы, я, но поступить в Алмату Север было для меня жизни, и я поступила. Вот, видите, жизненно важно, я, яғни өмірдей қажет болған кезде ғана біз кәдімгідей іске кірісіп кетеміз. Сондықтан сіздердің мақсаттарыңыз, армандарыңыз прям сіздердің жизненный необходимость болу керек, өмірдей қажет болу керек. Сол кезде ғана сіздер кәдімгідей іске кірісесіздер. Бұл түсінікті, иә? Ондай болса, ары қарай кеттік. Енді жизненный необходимо болу үшін, өмірдей қажет болу үшін бізде ең басты не болу керек? Не үшін деген сұраққа жауап берулеріңіз керек. Бірінші сабақта сіздер 10 мақсат армандарыңызды жаздыңыздар, иә? Бірақ сіз, ол не үшін арман мақсат болып тұр? Өйткені біз оған әлі жетпедік, иә? И скорее всего, сіздердің оған жетпей, іс әрекетке көшпей жүргендеріңіз, сіздер не үшін деген сұраққа жауап бермегенсіздер. Не үшін сізге пәтер керек, не үшін сізге көлік керек, не үшін сізге шетелге шығу керек деген сияқты. Сіз мына сұраққа нақты жауап бермейінше, сіздің ми жалқау болып, ол түсінбейді оған не үшін әрекет жасау керек екендігін. Сондықтан миды көндіру үшін біз әрқашанда миға четкий план, четкий жоспар, прям не үшін деген сұраққа развернуто жауап беруіміз керек. Сол кезде ғана сіз кәдімгідей мақсатқа жетіп бастайсыз. Қазір кішкене қиын болуы мүмкін, типа, ол қалай, не үшін деген сияқты. Мен сіздерге бір мысал келтіріп беремін. Немесе дайте, мен мысал келтіргенше, сіздер өздеріңіз жауап беріңіздер. Мысалы, сіздерге мақсат жаздыңыздар, иә, және не үшін сіздер оған әлі жетпедіңіздер. Немесе керісінше бұл сұрақты қоюға болады. Не үшін сізде ол мақсат бар? Не үшін ол мақсат сізге керек? Өте қарапайым нәрсе, бірақ өкінішке орай не үшін деген сұрақтың адамдар құнын білмегендіктен бұл сұрақты көп қоя бермейді. Не үшін мен мынаны жасауым керек, не үшін мен кітап оқуым керек, не үшін мен жүгіруім керек. Я, андай обобщенный жалпылама нәрсе бар, бірақ нақтылық ешқашан жоқ. Так, болашағымыз үшін. Так,
Кім тағы жауап береді? Давайте белсендірек. Түсінем, демалыс, жексенбі, кеш, уже апта аяқталып жатыр. Демалғымыз келеді, бірақ миымыз жалқауланып, уже сабақ қарауға құштарлық сәл азая бастайды, иә. Кішкене уже так, қашан тез бола ма, болмай ма деген сияқты ми уже кішкене қарсыласу мүмкін. Давайте миды көндіруді үйренейік. Не үшін деген сұраққа өздеріңіздің варианттарыңызды жазып шығыңыздар. Сосын мен сіздерге түсінікті болу үшін мен өзім сіздерге бір мысал келтіремін. Так, пеш жағып қиналмау үшін маған не керек? Балаларым еркін өсу үшін, жақсы көлік айдағым келеді, өмір сүру үшін, білімді болу, болашақ үшін, квартираны алу, пеш жағып қиналмау үшін, өмірлік қажеттілік, жақсы үйде тұрғым келеді, қарыздар. Тағы да қандай мысал бар? Я хочу жить в городе с условиями, потому что в деревне я устала от того, что нет условий, нет душа, нет такой чистоты. Білім алмасу үшін, опыт алу үшін, маған үй керек, себебі бала мектептен мектепке көшіп қиналмау үшін дейді. Дикет беру үшін, жақсы үйде тұрғым келеді, комфортта өмір сүргім келеді. Керемет. Мысалдарыңыздың барлығы жақсы, иә. Бірақ оның барлығы обратно таки обобщенно. Бізде всегда осылай болады. Таразы сияқты да, мы бір іске кірісу, кіріспеу таразы сияқты. Мысалы, сіздерде конечный результат пәтер тұр, иә? Бірақ пәтер не үшін алғым келеді деген сіздер айтып отырсыздар. Так, не үшін керек? Условия керек, балаларым үшін, еркін өсу үшін, мынау үшін деген сияқты таразы мында тұр. Түсінікті ғой? Бизнес бастау үшін уже жазып жатырсыздар. Енді таразының басқа жағын тоже көрейік. Басқа таразыда сіздер қандай сұраққа жауап беру керексіздер? Не үшін маған пәтер керек емес деген сұраққа жауап іздеңіздер. Не үшін әлі бұл мақсатқа жетпедіңіздер? Сіздер таңғаласыздар. Мынау таразының екі жағының, сізге пәтер керек емес деген нәрсе әлде қайда басымырақ. Сол үшін сізде пәтер жоқ. Сонымен мысалға көшеміз ба? Жақсы, сіздерден біраз жауаптар күттік. Ондай болса қырындап мысалға көшейік, иә? Давайте плюсик мысалға көшеміз. Ух ты, не деген мақсат мына жақты? Италияда оқытам деп уәде бердіңіз ба? Күшті ғой, жарайсыз. Керемет мына жақта. Керемет. Давайте енді мен өзімнің мысалымды келтірейін, сол кезде түсінікті болады. Біз жолдасымызбен уже 8 жыл біргеміз. Я уақыт деген тез өзім. 8 жыл біргеміз, және бізде де мысал ретінде пәтер жоқ, иә. И әр қашан жылдан жылға сайын пәтер ауыстырған кезде менде всегда қыжынатын мынандай бір сезім болатын, иә. Пәтер алу керек еді, пәтер алу керек еді, пәтер алу керек еді деген сияқты. Мына жақта бір мақсат бар. Сіздердегідей мақсат секілді, ол барлығында барда негізі, ше. Пәтер алу керек, анау деген сияқты, иә. Бірақ енді қараңыз. Бірақ уже уақыт өтіп жатыр, бірақ бізде пәтер жоқ. Хорошо, ары көшеміз, бері көшеміз, 8 жылда мен есептеп қарасам, 10 рет па көшіппіз, орын қоныс ауыстандық. Сосын осы жылдың алдын 2020 жылғы қадалып, қарызға батып, когда уже миыңмен жақсылап жұмыс жасаған кезде, мен өзіме сұрақ қойдым. Осы неге бізде әлі пәтер жоқ деген сұрақ қойдым. Вроде 8 жыл бойы пәтер алу керек, анау керек, бизнесте бастап көресің, ол банкротқа ұшырайды, анау деген сияқты. Бірақ жауап мені өте қатты таңғалдырды, және сіздерде тоже, скорее всего, ондай жауап бар. Себебі ретінде мен өзім туа біткен табиғатым, мен тұрақтылықты аса қатты жақсы көрмеймін. В каком плане? Мен әр қашанда дамығанды жақсы көрем, өскенді жақсы көрем. Менің армандарымның бірі, мен Қазақстанның әрбір қаласында тұрып көргім келеді. Жер шарында басқа мемлекеттің қалаларында тұрып көргім келеді. Я мысалы, бір ай ана мемлекетте, бір ай басқа мемлекетте деген сияқты. Менің кішкентай кезімдегі балалық Назеркенің сондай бір арманы бар, я. И бірақ пәтер алсам, как будто менің арманым, енді пәтер ол нені білдіреді? Ол тұрақтылықты білдіреді ғой, я. Все, сен как бы уже тамырыңды жіберіп, бала шағың мектепке барып, я. Как бы пәтер алсам, как будто менің өмірім тұрақталып,
бір мен қартайып кеткен бір өмір стильге ауысып кетеді деген сияқты мида бір установка бар екен, түсініп отырсыздар ма? Яғни маған миыма өмірлік жаңағы мақсат деген, қайтадан ана сайтқа көшейік, иә, өмірдей қажет болу керек деп айттым ғой, иә, және маған өмірдей қажет нәрсе ол әрқашан жаңа нәрсе көру. Маған пәтерден пәтерге бір шеттен көшкен ұнайды, себебі басқа үй көресің, басқа ЖК көресің, басқа двор көресің, иә, и былай тұрақтылық болмай, когда сен жан жақтан көріп, жан жақтан көзқарасың көбейе бастаған кезде не істедік? Мен түсіндім, вот оказывается что. И мен осы затты түсінген кезде, біз оны еще жолдасымызбен біраз ақылдасық, сөйтсек, бізде пәтер алу деген ол жалған мақсат екен, иә. Яғни бізде ол, скорее всего, андай барлық стадное мышление деген бар ғой, жаныңыздағы тағы да бірнеше адам бір ойлы болса, сіз хотите, не хотите, тура сол арман мақсатты өзіңізге жабыстырып аласыз. Скорее всего, кейбір адамдардың көлік алмай жүргені де содан болуы мүмкін, иә. Яғни, они якобы хотят машину, иә, мысалы біреу машинаны алғысы келеді, бірақ ол машина ода жоқ, өйткені ол оның арманы емес. Мүмкін ол вообще бір аварияға түсіп кезінде машинадан қатты қорқатын шығар, машинаға деген бір панический атакасы бар шығар. И миға машиналы болмау ол оған өмірдей қажет, түсініп отырсыздар ма? И бізге любой нәрсенің ішінде өзіміздің выгодамыз жатады. Сондықтан да мен соны түсінген кезде, одан басқа мен тағы сіздерге айтайын, мен есептеп қараған кезде, енді мен соншама бизнесті ашып жауым қыруар болып жатқан кезде, қаржылай сауаттылықты қатты дамытқан кезде, қазіргі таңда негізінен пәтер сатып алғаннан гөрі пәтерді жалдап тұрған әлде қайда тиімдірек болып шықты біздің ситуацияда. Өйткені қазір қайтадан айтайын, не үшін пәтерде тұрған бізге тиімдірек болды. Кімге қызық? Қалай атаптыңыз, қазір айтамын сізге. Жалған мақсат. Өтті ма сізге, Айгүл ханым, жалған мақсат туралы ақпарат? Расымен көп адамға кейбір мақсаттар вообще нетпеуі мүмкін. Керек емес болуы мүмкін. Мысал ретінде бізге пәтер вообще керек емес екен деген нәрсеге біз келіп жеттік. Өйткені, скорее всего, пәтер ол көбірек біздің ата-анамыз үшін керек, немесе ата-анамыздың тыныштығы үшін керек. Бірақ мен айтайын сіздерге, қазір расымен де құр қаржылай есептесек те, бізге пәтер сатып алғаннан гөрі пәтерді жалдап тұрған әлде қайда тиімдірек. Осы сұраққа жауап қызық па, қызық емес пе? Қызық болмаса, ары қарай өте береміз. Қызық болса, кішігірім тоқтап өтіп кете аламын. Плюс қалдырып кетсеңіз болады. Қызық дейді. Өтті. Керемет. Өзімді көрдім. Өзіңіз көрдіңіз ба? Вот, видите, значит, бізге, скорее всего, либо жалған мақсат, либо ол мақсат бізге керек емес. Сол үшін біз іс әрекетке көшпейміз. Бүгін біздің тақырып сол іс әрекет еді ғой, сондықтан да не. Қызық дейсер. Хорошо, қысқаша айтып өтейін, қараңыздар. Пәтерді жалдап тұрған пайдалырақ екенін мен сіздерге айтайын. Біз қазір жолдасым екеуміз өте жақсы ЖК-да, өте жақсы ремонтталған, іші керемет. Короче, біз тұрып жатқан пәтердің өз құны где-то бір 50 миллион теңгеге тақап қалады. Біз тұрып жатқан пәтердің құны 50 миллион теңге. Бірақ біз оған ай сайын где-то 250-300 мыңдай ма төлейміз. Енді қараңыз, мәселе қандай? Бізде қазір, допустим, 50 миллион теңге қолымызда тұрса, ол 50 миллион теңгеге біз не пәтер сатып аламыз, не оны бір бизнеске құйып, оны оборотқа салып жерсек болады, И, скорее всего, осындай қараңыз. Егер оны біз пәтерге алсақ, біз ол 50 миллион теңгеден ай сайын 300 мың теңге ғана экономдаймыз. Скорее всего, өйткені біз қазір арендаға сонша ақша төлеп отырмыз ғой. Енді қараңыздар. Ал егер мен осы 50 миллион теңгені қазір бизнеске салсам, ол маған оборотпен, скорее всего, ай сайын 1-2 миллион алып келетіндей возможности бар. Яғни қараңыздар, мен 50 миллион теңгені либо ай сайын 300 мың теңге ақша табамын, немесе ай сайын 1-2 миллион теңге табамын деген сияқты. Яғни мен қазір түскен ақшаны оборотқа айналдырып, жаңағындай
команданы өсіріп, продуктовый матрица өсіріп, жаңа өнімдер жасап, өзім курсқа инвестиция оқып, мен мысалы стабильно ай сайын кемі 2 курстан оқимын, ол үшін өзіме көп инвестиция жасаймын, балаларыма деген сияқты, яғни ол әлде қайда көбірек ақталады, нежели чем біз оны пәтерге төлейміз деген сияқты. Бірақ бұл да андай қатып қалған дүние емес. Қазір кейбір менің сабақтарымнан кейін все, Назерке пәтер алмасын деп айтты деп қарызға батып, ондай нәрсе емес. Мен просто сіздерге өзінің ситуациямды айтып отырмын, иә. Сондықтан да пәтер ақшаларыңыз артылып бара жатып, пәтер алғыларыңыз келсе, әрине ол керемет қой. Бізде бір уақыт емес, бір уақытта, скорее всего, даже ол өзіміз үшін емес, көбірек ата-анам уайымдамау үшін, ата-анамыз уайымдамау үшін, может быть, бір күні пәтер аламыз, но бізге қазір пәтерді жалдаған әлде қайда тиімдірек, еще то, что менің басым қатпайды, ішіне қандай мебель алу керек, қандай нәрсе алу керек, немесе ремонтын қалай жасау керек, ремонты ескіріп бара жатса, біз просто басқа пәтерге ауысып кете саламыз, иә. Яғни сөйтіп ақ уақытымызды да үнемдейміз, қаражатымызды үнемдейміз деген сияқты. Түсінікті деп Ләззат ханым жазды. Қалай, түсінікті болды ма? Яғни қараңыздар, кез келген нәрседе бізде выгода жатады. Любой нәрсе таразы секілді. Бір мақсаттың орындалмауы сізде орындалмаудың да өзіңіздің бір мысалыңыз жатқан болуы мүмкін. Менің өзімнің мысалымды сіздермен бөлісіп, ми қалай жұмыс жасайтын түсінікті болды деген үміттемін. Так, давайте сізден кері байланыс күтемін. Егер барлығы түсінікті болса, ары қарай өтеміз. Жақсы ма? Мынау сен ғой деп айтқан сияқты болдыңыз деп. Так, мен общежитиеде тұрамын. Енді үй алып балалармен жеке тұрайын десем, жалғыз танымайтын ортада жалғыз қалып қоятын сияқтымын. Вот, тағы бір установка шықты. Вот видите, не үшін? Өз пәтерің болған жақсы ғой. Пожалуйста, ондай бір заң жоқ қой. Пәтер, жалған пәтерде тұру ол дұрыс деген шарт жоқ қой. Әр адамның өзінің қалауы бар. Егер сізге жақсы болса, онда ол да керемет, иә. Түсініп отырсыз ғой. Бұл жақта қатып қалған ешқандай заң жоқ. Әр адамның миында қандай установка, қандай программный обеспечение мида тұр, сіз өмірде соны аласыз. Мимен жұмыс жасамай, ары қарай ол кішкене жұмыс жасаған қиын болады. Хорошо? Түсіндім дейді. Ары қарай кеттік. Хорошо. Так что өз пәтерлеріңіз болса, ол тіптім де керемет. Мына жақта мысалы уже Риза ханым басқаша жауап шығарды, иә, яғни оказывается мынандай қорқыныш бар. И зачем мен өзім жападан жалғыз бір бөлек нетем, лучше мен мына жақта тұрайын деген секілді ми солған жапысып, и уже табысымыздың көбеюіне өзақ кері әсерін тигізеді. Түсінікті ғой, иә? Вообще супер дейді. Керемет, өте қуаныштымын. Ондай болса, қараңыздар, келесі біздің тақырып бұл енді мидың жұмысы, неге жұмыс жасамаймыз, неге іске кіріспейміз деген сұраққа жауап алсақ, енді ары қарай біз қорқынышпен жұмыс туралы да айтайық. Я себебі келесі кедергі, бірінші біздің миымыз түсінген жоқ не үшін ол зат жасау керек екен, жалған мақсат болуы мүмкін. Екіншісі, бұл көбірек бізде қорқынышпен жұмыс, яғни жұмыс жасауымыз керек, өйткені қорқыныш үшін де біз іске кірісіп кетпейміз, жаңағындай бір нәрседен арылып қалуға қорқамыз, бір адамдармен қарым-қатынасты бұзып алуға қорқамыз, анадан қорқамыз, мынаған қорқамыз деген сияқты, иә. Жалпы кімде қандай қорқыныш бар, осы тұрғыдан жазыңыздар чатқа, және сол бойынша қорқынышты да біраз талдап жіберейік, жақсы ма? Жаза қойыңыздар. Біз оған дейін қорқыныш туралы біраз теориялық мәліметтер бере қояйын, сіздер әзірге өздеріңіз қорқыныштарыңыз жасаңыздар, бір-екеуін талдайық. Ал қазір сіздерге айтарым, көп жағдайда қорқыныштың екі түрі бар. Так, уже жатыстар. Қорқыныштың екі түрі бар деген кезде, көп жағдайда біз қорқынышты мүлдем жаман, негативті қабылдаймыз, негізінен ол дұрыс емес. Өйткені қорқыныш ол да эволюциялық тұрғыдан біздің миымызда қажетті бір қабілеттердің бірі болып табылады. Себебі қараңыз, егер біз қорықпасақ, мысалы
9-шы қабаттан келе жатып жүріп, мысалы астыға қарап, егер біз еш нәрсе қорықпасақ, біз құлап кету қаупі бар, жарақану қаупі бар, немесе біз жаңағындай өрт болады деген қорқыныш болмаса, жаңағындай газды жағып кетіп үйде, немесе қалай болса солай өртпен ойнап жүруші едік, бірақ бізде қорқыныш сезімі болғандықтан біз өзімізді жаман ситуацияға бармау үшін алдын ала қорғаймыз, яғни қорқыныш сезімі ол бізді қорғау үшін қажет болғандықтан қорқынышпен прям күресудің ешқандай да қажеті жоқ. Өйткені қорқынышпен күресу ол өте көп энергияны талап етеді. Сол себептен де біз қорқынышпен онымен күреспей, керісінше қорқынышпен жұмыс жасауымыз керек. Мен не үшін слайдта расымен де қорқынышпен күресу немесе қорқынышты жою деп емес, қорқынышпен біз тек қана жұмыс жасауымыз керек. Түсінікті ғой? Яғни қорқыныш ол бізге эволюциялық тұрғыдан өте қажет өте қажет сезім болып табылады. Так, ақшадан қорқыныш, алданып қалам ба деген қорқыныш, менде сенімсіздік басым болып кетеді, қолымнан келмей қалама деп қорқам, ақша бітіп қалады деген қорқыныш. Мен үнемі мынау кәдімгі қорқыныштың несі өте өткен екен. Бәрінен артта қалып дамымай қалу, тығыншымен бизнес бастауға қорқам. Тігіншінің бизнесін, менде қорқыныш емес, но ата-ене не ойлайды, ағай не ойлайды деген ойлар, еш нәрсеге жете алмау, неден қорқам, өзім білмеймін. Так, жалғыздықтан қорқам. Все, оқыдым, көрдім, енді давайте ары қарай талдайық, Жалпы қараңыздар, біз нені түсіндік? Қорқыныштың бізге қажет екенін түсіндік, яғни барлық қорқыныш бірдей емес, оның екі түрі бар, жаңағындай мүлдем біздің өмірімізді қорғайтын, сақтап қалатын қорқыныштың түрлері бар, олармен біз күреспейміз. Бірақ жаңағындай мысал ретінде қолымнан келмей қалады ма деп қорқатын қорқынышпен уже жұмыс жасауға болады. Мысал ретінде сіз қайтадан өзіңізге сұрақ қою керексіз. Ал мысалы, давайте Мұрат Алмас сізбен ары қарай жұмыс жасайық, неге сіз қолымнан келмей қалады деп қорқасыз? Осы сұраққа жауап беріңіз. Немесе сіздер де сұрақ қойыңыздар. Неге ақша бітіп қалады деп қорқасыз? Ал неге мынау қорқыныш бар, неге мынау қорқыныш бар деген сияқты. Мысалы ретінде қалайтынымды қалаймын ба деп қорқам. Ол қалай? Қалайтынымды қаламаймын ба деп қорқам. Өйткені қаламаймын деп ойлаймын. Сізде прям запутанная история. Қалайтынымды қаламаймын ба деп қорқам. Ол қалай? Мысал келтірсеңіз жақсы болушы еді. Давайте ары қарай онда пока жұмыс жасай берейік. Қараңыздар, бізде көп жағдайда мысал ретінде қайтадан білмеймін, қолымнан келмейтін кейде мысалы қателесуден қорқу мүмкін адам, яғни мен бір нәрсені жасаймын, қателессем, жаңағыдай болмай қалады, қолымнан келмей қалады. Сіз неге деген сұрақты қайта қоя берген кезде, қайтадан аяқ жағына бір нәрсеге кеп тірелеміз. Мысалы ретінде қалай келтірсем екен, жаңағыдай не үшін сіз қолымнан келмейді деп ойлаймыз, өйткені мен қателесуден қорқам. Не үшін мен қателесуден қорқам? Өйткені ел жұрт не деп айтады деп қорқам. Өйткені қателессем, ел жұрт маған ойбу, қайтадан ұят болды, қолынан келмейтін. Ал не үшін мен ел жұрттан ұят болады деп қорқам? Өйткені мен жаңағындай мысал ретінде жақсы адам болғым келеді. Яғни бізді кішкентай кезімізден бастап ата-анамыз миымызға жақсы адам бол, ұятқа қалдырма, бүйтпе, сөйтпе деген секілді нәрселердің барлығы миымызда қонып қалғандықтан біз сәйкесінше әрекетке көшпейміз. Қорқынышпен жұмыс жасау үшін ең оңай жолдардың бірі бұл қайтадан болжам құру. Ол қалай? Мысал ретінде сіз қателесуден қорықсаңыз, онда сіз қателесудің не үшін жақсы екеніне салмақ беру керексіз. Мысал ретінде сұрақ қателесуден қорқатын адамдарға или жалпы барлықтарыңызға, сіз қателеспеген адамды көрдіңіз ба? Өміріңізде бір адамды айтыңыз, мысалы, все, мынау адам вообще өмірінде қателеспеген идеальный адам деп көрсетіңіз. Мысалы, мынау адам идеальный деген сияқты. Ондай адам жоқ қой, өйткені кез келген адам қателеседі. Біз даже туған кезде, бір жаста жүріп бастаған кезде біз
құлап қалдық, қателестік, қайтадан тұрып жүрдік, құладық, қайтадан тұрдық, жүрдік. Біз қателескеннен кейін, все, мен болды, қателестім деп десек, адамзат тотально қазір жүре алмаушы еді, иә, барлығы коляскамен ғана. Біз қателесуден қорықпай қайта жүргеннің арқасында біз не істедік, аяққа тұрып кеттік, иә. Сондықтан да қателесу ол керісінше бізді алдыға итермелейтін керемет бір мүмкіндіктің бірі. Еш нәрсе жасамайтын адам ғана қателеседі. Сондықтан да біз өйстіп қорқынышпен жұмыс жасасақ болады. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Ақша менде тура солай, жолдасым тастап кетеді, анау бүйтіп кетеді, жұмыстан шығарып жібереді деген қорқыныштар болса, онымен де тура осылай жұмыс жасауға болады. Түсінікті ме? Қалай, ақпарат түсінікті болды ма, ұнады ма? Давайте кері байланыс беріңіздер. Оған дейін мен сіздердің чаттарыңызды оқи тұрайын, хорошо? Так, я дейді, менікі вообще қызық қорқыныш, жаңылтпаш дейді. Ақшамыз көбесе күйеуім екінші әйел алып ала ма деп қорқамын. Не деген установкалар жатыр, иә? Видите? Яғни сізге тотально ақша болмаған өте выгодно. Сіз лучше ақша көп болып кетіп, жолдасыңыз екінші әйел алып, там үйде қырылыс шу болғаннан гөрі, лучше давай екеуміз кедей болып, ақшасыз, зато тату тәтті бақытты менікі ғана боласын деген бізде выгода болғандықтан біз әрекетке көшпейміз, ақша таппаймыз. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Яғни кез келген нәрсенің өзінің астында несі тұрады? Почвасы бар. Біздің ми негізінен, құдайма, зерттей беретін болсақ, жан-жақтан неше түрлі нәрселер шығады. Сондықтан да айналайын ми курсы ол прям 2 ай бойы тынымсыз, үздіксіз мимен үстіп выковыривание дейді ғой, әрбір установкамен жұмыс жасайтындай ақпараттар жатыр да, каждый қорқынышпен жұмыс жасап шығуға болады. Мен айтып жатырмын ғой, қалай жұмыс жасауға болады? Сіз болжам құрып, керісінше ол қорқыныштың жақсы екеніне көбірек салмақ беру керексіз. Жаңа қателесу мысалында, қателесуден қорқатын болсаңыз, онда сіз қателесудің жақсы екеніне көп дәлелдеме миға бере бересіз. Бірінші сабақты есімізге түсіреміз, хорошо? Сол жақта мен осыған қатысты көп мәлімет берген болатынмын. Мысалы, ақша тапқым келеді, бірақ ақша точно керек па білмеймін. Нақты сол үшін жарты жолда тастап кетем ба деп қорқамын. Вот, сіз ары қарай тағы да сұрақ қойыңыз. Сіз ақша тапқыңыз келеді, иә? Бірақ точно ақша тапқым келе ма, ақша тапқым келмей ма, иә? Осы сұраққа жауап іздеу керек та сізге. Одан басқа қазір тағы да сіздерге айтамын қалай жұмыс жасайтын. Пока осы нәрселермен тағы да біраз сөйлесейік, иә? Енді сіздің қорқынышыңызға байланысты анам өліп қала ма деп қорқып жүремін. Бұл жақта енді, скорее всего, бір балалық шақтағы бір какой-то ситуация қатты кешірім сұраймын. Тамағым кішкене кеуіп жатыр, сол үшін қайта су ішіп жатырмын. Кешірім сұраймын. Бірнеше күн бойы сабақ үздіксіз жүргізгеннен кейін тамақ кәдімгідей. Так, ары қарай жалғастырайық. Сіздің уже жалғыз өзіңіз жұмыс жасаған, это кішкене қауіпті болады. Бұл жақта көбірек уже мамандарды қосқан жөн. Өйткені одан грамотно шығу керек. Өйткені бізде кейде болады, біздің миымыз, психикамыз ол өте былай қобалжып тұрады. Қобалжып дегенде құбылмалы болып тұрады. Оны кішкене басқаша бұрып қалса, біз уже керісінше жаман последствия алып қалуымыз мүмкін. Сондықтан өте тоже жұмыс жасағанда кішкене абай болу керек. Сіздің қорқынышыңызға байланысты. Өйткені ол қорқынышты жалғыз өзіңіз іздеп тауып, онымен жұмыс жасаған кішкене кері әсерін алып қалу мүмкін. Сондықтан мен сізге лучше посоветую, что лучше мамандармен жұмыс жасаған дұрыс. Өйткені болады сондай кейбір қорқыныштар, енді не бір тарих жоқ, не бір ситуациялар жоқ, иә. Зорлап та кетеді, бүйтіп те кетеді, ұрлап та кетеді, тонап кетеді, төбелесіп, ужасный ситуациялар тоже көп болады. Ол андай біздің просто ақша жоқ деген сияқты қорқыныштардың бетінде емес, ол түбінде жатқан қатты үлкен қорқыныштармен ол жалғыз өзіңіз шыққан кішкене қиынға соғады. Хорошо? Так, ары қарай кеттік. Үлкен ақша адал жолмен келмейді деген установка бар. Вот, видите, сізге очень выгодно ақшасыз жүрген қайтадан. Өйткені егер ақшаңыз көп болса, как будто сіз жалмауыз жаман адам болғаннан гөрі мен лучше ақшасыз адал адам болып жүрейін деген программамен жүрсіз да? Түсінікті ғой?
кедей болып қалам ба деп қорқам курс оқымасам. Жақсы курс болса неге оқымасқа? Осы уақытқа дейін бай болмасам екен, тек айлығым ай сайын алып тұрсам болды деп ойлап жүре бердім дейді. Да, қазір басқаша ойдамын. Керемет, сабақ керемет болып жатыр, керемет, ұнап жатқанына қуаныштымын. Қарызды бере алмай өліп кетсем деп қорқам. Так, бұл жақта енді қараңыз, сіздің қорқынышыңа қатысты мен келесі слайд ашам, соны мен сол кезде ақпарат более-менее түсінікті болады, хорошо? Мен ақша тапқым келген сайын менде ақша жоқ болып қалады. Қалай ақшаға миымды көндірсем болады? Сіз бірінші сабақты көбірек қараңыз, хорошо? Бірінші, екінші сабақ. Артынша не болады деген, иә, сондай Құндыз ханым, сонда квартирада жүре берген үшін үй болмай ма? Үй керек емес деп ойлаймын. Жоқ, олай емес қой. Қараңыз, маған просто миыма пәтерлі болу қажет емес. Ол өмірлік бір мақсат емес. Жаңағыдай біз айттық қой, баламыз ауырса, баламызға жан таласып, қайдан болса да, түн ортасы болса да барып дәрі тауып келеміз біз. Бірақ пәтер ондай бір мұқтаждық жоқ та ол жақта, түсініп отырсыздар ма? Сол үшін біз жайбырақат жүрміз. Біз вроде бы хотим, чтобы пәтер болуға, бірақ онда мұқтаждық болмағандықтан, миға пәтер керек болмағандықтан, бізде пәтер жоқ, түсініп отырсыздар ма? Маған не үшін пәтер керек емес екен, мен себебін айттым. Сізде ол мүлдем басқа себеп болуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің миды тану не үшін маңызды деп шырылдап жүргенім осыдан ғой, что мимен көп жұмыс жасау керек. Сол кезде әрекет өзгереді, әрекет өзгерсе, нәтиже өзгереді. Түсінікті ғой? Менде дәл солай дейді. Күйеуге тисем еркіндіктен айырылам деп қорқам. Курстар оқытып шетелдерге қыдыртпай қояды деп қорқам. Вот. Мен сіздерге айтайын, айналайын ми курсы ол тек қана ақшаға қатысты емес, ол жан жақты негізінен. Өйткені расымен де көп жастардың үйленбей жүргені мен нақты не себептен екенін білем. Өйткені оның барлығы қайтадан айналып келгенде қорқынышқа кеп тіреледі. Тура жаңағы сіз айтқандай, не жігіттер жақсы қыз деп, жақсы қыз жоқ деп ойлайды, қыздар жақсы жігіт жоқ деп ойлайды. Сөйтіп екеуі екі жақта қорқып жүрген кезде бізде ешқандай жастар үйленбей жүрген жастардың саны өте көп, иә, сондықтан миды таныған сайын біз тек қана қаржылай ғана емес, өмірдің кез келген сферасына, жаңа отношения болсын, денсаулық болсын, карьера болсын, бизнес болсын, кез келген нәрсемен жұмыс жасай берсек болады. Хорошо, давайте ары қарай кеттік. Әйтпесе тоқтай нете берсек кішкене не екен, созып отыра беремізге болады. Сіздерге сұрақ, мысал ретінде қорқынышты қараңғы бөлме деп алайық, иә? Сіздер қараңыздар, қараңғы бөлмеден қорқасыздар, қараңғыдан қорқасыздар, және сол қараңғы бөлмеде қорықпау үшін не істеу керек? Сұрақ сіздерге. Сұрақ осындай. Қалай? Сіздің сұрағыңыз кішкене түсінбедім. Біз білетіндерден гөрі біз білмейтін скрытыйлар бар. Қорқыныштар бар ма? Кішкене сұрағыңыз түсініксіздеу екен. Енді еркектің миы ауыр болады деген кезде, бірақ ол ақылға вообще әсер етпейді. Бірақ еркек пен әйелдің миылары екеуі екі түрлі. Бірақ адамның IQ-ы, білімді болмауы мидың салмағына мүлдем байланысты емес. Вообще ол миға байланысты. Так, фонарик жағу керек, свет жағу керек, жарық. Яғни не істеу керек? Егер сіз қараңғы бөлмеде не көретініңізді білмесеңіз, оны не бар екен көру үшін, сіз просто жарықты жағасыз. Тура сол сияқты біз не істеуіміз керек? Бізге просто бір нәрсені жасауға біліміміз жетпей қорқатын болсақ, біз просто білімге көп акцент қоюымыз керек. Бұл ең басты нәрсе, түсінікті ғой, иә? Вот, ең алдымен қараңыздар, ең басты мысал ретінде жаңағындай кейбір мен сабақта маған өте көп айтатын қорқыныштардың бірі, адамдар айтады, типа, мен камераның алдында тұрып сөйлеуге қорқам, пост жазуға қорқам, сторис түсіруге қорқам. Блин, сторис түсіруге қорықсаң, стористі қалай түсіреді деген ақпаратты көп жинау керек, білімді көп жинау керек. Біз біліммен өзіміздің өзегімізді мықты жасайтын болсақ, сол кезде біз қараңғы бөлмеде жарық жаққан секілді жолдарды көре бастаймыз. Мысал ретінде сіздерге қайтадан сұрақ. Ақшаға, қарыз 2 күн бойы біз 2 тақырып қозғадық.
бастадық, иә, ақша бар, қарыз бар. Бұған дейін мысал ретінде біз как будто қараңғы бөлмеде отырған сияқты болдық та, енді оказывается мынау бар екен ғой, ми былай жасайды екен ғой, былай жасайды екен ғой деген секілді ақпарат білгеннен кейін сізде бөлмеңіз кішкене жарық түсе бастады ма? Сұрақ сіздерге. Қалай ойлайсыздар? 2 күн бойы қараңғы бөлмеден кішкене білім алғанның арқасында сіздерде жарық түсініп, енді қолдарыңызда четкий инструкция бар ма? Даму инструкциясы бар ма? Ақшаға мұқтаждық жоқ дегеніңіз рас екен ғой. Әке шешемнің ақшасы бар, керек болса береді. Бірақ оқу бітіргеніме 3 жыл болды. Жұмыс жоқ, бірақ өзім бизнес бастағым келіп, курс ашып, бірақ бір адамға сата алмай жатырмын. Яғни, мұқтаждық жоқ, өйткені сізде расымен де. Қандай маңызды сұрақ, қоя қойыңыз, Олжас мырза. Конечно, вот видите, сондықтан да әрқашанда білімге көп менің насихаттайтыным, барлықтарыңызға жеткізгім келетін ой, прям дамудан тоқтамаңыздар. Одан басқа бірінші сабақта мен сіздерге искусственный интеллект туралы айтқан болатынмын, иә. Қазір егер біз өзіміздің миымызбен жұмыс жасап, ойлау қабілетімізді дұрыс түсініп білмесек, онда біз уже бәсекеге түсе алмай қаламыз роботтардың қасында. Роботтар бүкіл уже статично жұмыс жасағанын бәрін жасайды, ал миын қосып жасалмаған адамдар, олар ілесіп кете алмайды болашаққа. Сондықтан бізді не күтіп тұрғаны белгісіз. Біз ондай белгісіздіктен, жаңағы қараңғы бөлмеден тек қана білім арқылы шыға аламыз. Мысал ретінде, мен шүкір, қазір барлығы керемет өмірімде, иә, барлығы жақсы. Сіздерге сұрақ, егер менен, Құдай сақтасын әрине, дегенмен бүкіл дүние мүлкімді тартып алса, жолдасым балаларымен үйсіз қалсам, қалай ойлайсыздар? Мен жаңағы түңеліп, барлықтарына ренжіп, обидада отырам ба? Әлде мен қазіргі ситуацияма, қазіргі ақша тауып жүрген деңгейіме тез-ақ жетіп алам ба? Сұрақ осы. Қалай жауап бересіздер? Мысал ретінде қараңыз, қазір менен бүкіл дүние мүлкім, жинаған ақшам бәрін тартып алатын жағдайда болса, қайғырып отырам ба? Әлде не істеймін? Тура сол нәрсеге жетіп алам ба қайтадан? Я, вот, білім беру тартып алмайтын байлық жете аламыз, я. Сондықтан білімге жасалған инвестиция ол әрқашан ақталады деп барлығы айтады ғой. Сондықтан да ол сөзінің құндылығы бар. Мен осыны түсінгеннен кейін, мен өзіме көп инвестиция жасаймын. Мен енді ол менің өмірлік стилім, мен минималистпін ғой, мен андай алтын бір нәрсе дегенді вообще жақсы көрмеймін да, мүмкін там менде 5 штук киімім ғана бар деген сияқты, хотя я могу себе позволить әртүрлі киім алуға, бірақ маған бірнеше киім болса жеткілікті. Бірақ мен бүкіл ақшамды өзімнің басыма құйып жатырмын, және соның арқасында маған оборот үлкен кәсіпкерлердің өзі консультацияға келеді. Яғни білім ол әрқашанда сіздердің прям өзектеріңіз, который қорқынышта болмайды, не істеймін деп, әрекетке қалай көшемін деген секілді отырмай, миды тану арқылы, так, не үшін мен қазір әрекетке көшпей отырмын? Так, мен не үшін мына жақта мынандай жасап жатырмын деген секілді өздеріңізге сұрақ қойып, білім алудың арқасында әрқашанда жетілдіріп отырасыздар. Хорошо? Сондықтан да әрқашан өздеріңізге инвестиция жасап оқыңыздар, дамыңыздар. Это не обязательно именно менің курсымды оқыңыздар деген сияқты, я мен өзім курсым туралы айтамын, бірақ сіздер қандай салада болса да дамуларыңыз керек. Мысал ретінде мен ай сайын өзім кемі 2 курс оқимын дедім ба, бұған дейін тек қана ми деген сияқты курстар оқысам, осы айдан бастап мен өзімнің дауысымды дұрыстау үшін, я, оказывается, мен вообще дауыс дегеннің өзі бір әлем екен ғой, музыканттардың өмірі деген бір әлем екен оларда кәдімгідей. Мен қазір ақпаратым анық-нық түсінікті жеткізу үшін мен дауысыма инвестиция салып жатырмын, я, яғни ол уақытпен инвестициямен барып мұғаліммен дайындаламын, я, қаржылай инвестиция, енді мұғалімге ақша төлейсің, энергия, ресурс, я, жаттығу жасайсың, дұрыс демаласың деген сияқты, я. Сондықтан да біз жан-жақты даму керекпіз, түсінікті ғой, я. Так, тез жетіп аласыз, конечно, қайтадан тез жетесіз. Неге? Себепті расымен де қайтадан табысқа шығамыз. Білімді ешкім ұрламайды, сондықтан қайтадан бәрін жинап алуға болады. Сізде ми мыш дейді ма? Да, вот, сондықтан сіздерге де әрқашанда айтарым, білім алудан жалықпаңыздар, хорошо? Одан басқа
бірақ мына бір ловушкаға түсіп қалмаңыздар. Вечный студент болу керек емес. Мен қараңыздар, курстан курсқа секіріп нәтиже алмай емес, сіз курсқа оқыдыңыз ба, курстан максимум шығаруға тырысыңыздар. Мысал ретінде даже айтайын, ақша және ми 800 адам мысал сатып алса, 100 адам қазір отыр, сабақтың. Енді 3-ші күн, жексенбі, уже бәрі шаршады, оны түсінемін. Бірақ сіздер курстың архивін ешқашан жинамаңыздар. Рас ақша төледіңіздер ме? Сіздерге разы болып отырғаным кәдімгідей сілтеме арқылы өтіп, сабаққа қатысып, белсенді болып, сұрақтарыңызды қойып, сіздер прям 770 теңге төлеген құныңыздан 10 есе көп шығарып жатырсыздар да, және әрқашан кез келген курсқа қарым-қатынас тура сондай болу керек. Бір курс сатып алдыңыз ба, прям оны алғанша кәдімгідей өздеріңіз үшін жан-жақтан прям бүкіл ақпаратты сорып, өздеріңізге енгізіп, әрекетке айналдырыңыздар. Хорошо? Мен бүгін қатыса отырмын дейді. Сондықтан жалпы қараңыздар. Қаржылай сауаттылық айтқан дейді. Сандуғаш минуты. Вот, так что давайте. Қанша уақыттан бері тоқтамай оқудамын, бірақ приложение тот же, прогресс неге жоқ? Өте жақсы сұрақ. Қараңыздар. Қайталан айтайын, не үшін сіздер вечный студент болмаңыздар? Сосын бұл жақта сізге қайта-қайта оқудың да бір выгодасы болуы мүмкін да. Тоже сұрақ қойыңыз. Неге мен қайта-қайта курс оқып, менде нәтиже жоқ? Көп жағдайда ол жақта мынандай негіз жатуы мүмкін. Сізде не екенін білмеймін, оны это надо разбираться, но мысал ретінде айтар едім, бізде көп адамда, СССР құлады ғой, содан кейін барлығы оқы деп айтатын ғой. Яғни оқыған бала, ол әрқашанда ақылды бала. Мен сіздерге айтайын, мысал ретінде екі баланы көз алдыңызға елестетіңізші. Біреуі таңертең барып жұмыс жасап, физически, білмеймін, бір баласы официант болып 3-4 жерде жұмыс жасап, мысалы кешке ақша алып келсе, бір баласы күнімен түнімен ұйықтап жатып, бірақ тура сондай сумманы таба алса, барып репетиторство или бір нәрсе жасап, ақша тауып, екеуі бірдей ақша табады, бірақ қайсысы жақсырақ көрінеді ата-анасының көзіне? Айтыңызшы. Кім жақсырақ көрінеді? Сонымен біріншісі, әрине, физически істеген. Көп жағдайда қараңыз, андай ғой, бір адам тірлік жасап, хотя бы нәтиже көрсетпейді, әтеуір талпынып, тырысып жатқанын көрсетсе бір бала, басынан сипалайды ғой, ой, қандай молодец, кітап оқып жатыр, ананы істеп жатыр, жұмысын істеп жатыр деген сияқты. Сондықтан бізге, мысалы, жоқ, екеуінде ақшасы бірдей болса да, кішкене тырысып талпынып жатқан адамдар жақсы көреді ғой ата-анасы. Сондықтан не істейді? Бізде, скорее всего, вторичная выгода бар. Көп курс оқитынымыздың және нәтиже көрсетпейтініміздің. Біз нәтиже көрсеткіміз келмейді, өйткені, скорее всего, ол жақта ақшаға деген қорқыныш жатыр. Ал не үшін біз курсты оқи береміз? Себебі біз айталамыз ғой да, мен курс оқып жүрмін. Вот я молодец, я вот классная, вот осындаймын деген сияқты, Көп жағдайда мен сіздерге айтайын, адамдар курсты просто для галочки оқиды. Мен осы курсты оқи салайыншы, как будто мен оқыдым деп айту үшін оқиды. А на самом деле, мысал ретінде курста берілетін инструменттерге кіріп, прям әрекет жасап бастаса, сол кезде нәтиже болады. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да мен өзімнің курстарымда кез келген сабақты әрекетке қатты байлаймын. Бірінші сабақтың тапсырмасын орындаманың, екінші сабаққа өтпейсің. Просто білім жинаумен айналыссаңыз, ол ақпарат бір күні просто мусор болып шіритмейді. Сондықтан әр қашанда біз не істейміз? Кез келген алған ақпаратты әрекетпен байланыстыруымыз керек. Жақсы ма? Осы тұрғыдан сіздің сұрағыңызға жауап бермеу деймін, Курс оқи беріп, бірақ нәтиже не үшін жоқ, оның да өзімізге деген выгода болуы мүмкін. Скорее всего, ол просто то, что біз как будто бір нәрсе жасап жатырмыз. Мені қара, мен дайындалып жатырмын ғой. Я же стараюсь деген сияқты өз-өзімізді ақтап алғымыз келеді. Мен де сондай болған, мен де нәтиже көрсетпейінше, мен көп курс оқи бергем, кітапты да просто инстаграмға қараңыздар, мен кітап оқыдым деген сияқты пост жазу үшін, бірақ кітапты ол үшін оқымау керек. Кітап реально өмірімізге
пайда әкелетіндей болу керек. Мен қазір мысалы курстар оқимын ба, мен курстың түбін түсіріп кәдімгідей оқимын. Мен курсты айтады ма, техникасын барып жасап тура жасаймын. Мысалы мен қазір вокалға барып жүрмін, тамаққа маған көп үй тапсырмасын береді. Мен үйге келіп кәдімгідей жаңағы досын, ресын, ми, жаңағы до, ре, ми, фа ма, соның барлығын айтып кәдімгідей жаттығамын. Енді қараңыз, сіздерге қайтадан вокалды просто тыңдап, мысалы қалай өлең айту керек екенін құр видео тыңдап курсты тыңдап шыққан адамнан нәтиже шығады ма? Әлде расымен де келіп практикада әуен айтып, тамағын дұрыстап, жаттығулар жасап, дыхательный упражнение жасаған адам нәтиже ала ма? Әрине екінші адам. Сондықтан курс көп оқып нәтиже алынбаса, скорее всего, мәселе сонда болуы мүмкін. Всегда кез келген білімді әрекетпен надо подтверждать, хорошо? Так, неге менің саудам жоқ, басқалар көп сауда жасайды деп айта берсем, ми жұмыс жасай ма? Рычаг курсында ол жақта кішкене басқа жасау керек. Так, Олжас мырза, сұрағыңыз қандай? Чат көп сұрақ болып жатыр. Кооператив қайтадан ставить ете саңыз, қазір оқимын. Рычаг курсында кестемен көп жұмыс жасау керек. Ол жақта кестемен жұмыс жасау арқылы нәтижеге тез шығасыз. Так, Олжас мырза, сіздің сұрағыңызды іздеп табайын. Или қайтадан көшіп жаза салсаңыз, мен табайын. Жауап беремін. Так, где ваш сұрақ? Таптым, Олжас мырза. Так, сіздің сұрағыңызды қазір қайтадан жоғалталым. Белсенділіктеріңізге тәнтімін. Так, мен айналайын, ми курсын алдым. Ертең оқу кезінде басқа курстарды тоқтату керек пе, әлде бір-біріне кедергі болмайды ма? Мысалы, мен идеалды күн әдісін қолданып жүрмін. По идее, өзіңізге байланысты. Егер екеуін алып жүре аламын десеңіз, онда оқи аласыз негізінен. Өйткені мен айтып отқандай, негізінен уақыт жоқ деген ол кішкене иллюзия. Бірінші сабақты қайтадан көріңіздер. Өйткені мен өзім бүкіл жұмыс, курс, сіздерге сабақ бергеннен басқа мен өзім 2 курс оқып жатырмын. Яғни екеуін бірге алып жүрмін. Және келесі айда тағы да 2 курсқа жазылып қойдым. Вокалдан басқа. Сондықтан алып жүре аласыз деген ойдамын. Жақсы, давайте онда осылай жасайық. Жоқ, курс сатып аламын, бірақ аяғына дейін жетпеймін айтып отырмын ғой. Сізге, скорее всего, ол либо керек емес, либо қорқасыз, либо просто бурная имитация деятельности жасаймыз, типа мен оқып жүрмін деген сияқты, или сатып алдым деген сияқты, эгоны кішкене тынышталдыртып деген сияқты. Немесе миыңыз не үшін ол курсты оқу деген сұраққа жауап алмаған? Не үшін ол сізге әсер етеді? Не үшін ол сіздің өміріңізге қалайша басқаша әсерін береді? Сол сұраққа жауап бермейінше курсты аяғына дейін оқу ол өте қиын. Хорошо? Сонымен халқым біраз нәрсе талқыладық. Бүгін уже 1 сағаттан астам отыр екенбіз. Ондай болса, жалқаулықтан бұрын Санат Майдаш курсты аяғына дейін жетпеуіңіздің себебі, не үшін ол курсты сіз аяғына дейін оқу керексіз, сол сұраққа жауап беру керек. Жақсы ма? Бірінші, екінші сабақты платформадан көре аласыздар. Платформадан көре аласыздар. Қалай платформа кіру жайлы WhatsApp номерге жасаңыз, сізге көмектеседі. Жақсы ма? Сонымен халқым, бүгінгі эфир қалай болды? 3 күнді қалай қорытындылаймыз? Пайдалы болса, давайте эмоджи қалдырып кетіңіздер. Вот болды ма, не болды? Ұнамаған жерлері бар ма? Түсінбеген нәрселері бар ма? Тема. Күшті. Қандай ой түйдіңіз? Қандай инсайт алдыңыз? Бүгінгі сабақты қалай қорытындылайсыз? Маған мынау өтті деп жазыңыздаршы. Прям не өтті, соны жаза қойыңыздар. Оказывается, осы екен. Мен қорқынышым мынандай екен, анау екен деген сияқты. Өте керемет сабақ болды. Жаңа әлемге келгендей болдым дейді. Рахмет, Айгүл ханым. Прям от души ғой сіздер, от души. Тема. Әдет туралы айтасыз ба? Әдет туралы айтқанда тура сол ғой. Тура сол информацияны нетесіз, қараңыз. Қорқынышпен жұмыс жасап, миға не үшін деген сұраққа жауап берген кезде, біз сол кезде әдет қалыптастырып бастаймыз.
Ол примерно тура мен айтқан сабағым барлығы сол әдет туралы ғой негізі. Миға түсіндір деген күшті кетті дейді. ИБД жасап жүру, Алла разы болсын дейді. Күшті еріншектік тастаймыз. Курсты не үшін алғанды біліп, соны аяқта дегеніңіз ұнады. Вторичная выгода, рычаг айтпадыңыз. Так, рычаг қазір айтамын. Но мен көбірек қазір айналайын ми туралы айтамын. Өйткені айналайын миға қатысты сұрақтар өте кеп түсуде. Қашан басталады, қалай болады, қалай жазылуға болады. Одан басқа мен сіздерге қазір бонус ретінде айтайын, тек қана сіздерге. Бұл айналайын ми бірінші лек болғандықтан, бірінші лектің сабақтарын мен өзім ғана тексеремін. Мен өзім тексеремін, және ең кереметі, мен сияқты мамандар өте аз. Маған консультацияға адамдар уже очередьқа жазғандықтан, мен айналайын ми курсын жақсы бітіріп шыққан 2 студентті командаға алу ойымда бар. Бұл жаңалықты әлі ешкімге айтқан жоқпын. Сіздерге бірінші айтып отырмын. Сондықтан, егер жалпы мен сияқты миды жақсы танып, біздің командаға қосылғыларыңыз келсе, бірінші лекке қатысаңыздар болады. Өйткені бірінші лектен шыққан студенттерді мен өзіммен бірге, скорее всего, жұмыс жасауға шақыратын боламын. Хорошо? Вау, супер. Бұны әлі ешкім білмейді. Мен постқа сәл кешірек шығарамын. Өйткені менімен жұмыс жасағысы келіп жүрген адамдар өте көп. Өте көп дегеннен бұрын, ми танитын эксперттер өте аз. Мимен жұмыс жасайтын эксперттер өте аз. Сондықтан да мен консультация беріп жатқан кезде, енді консультацияға жазылу біріншіден қиын маған өте, екіншіден өте қымбат болғандықтан, көп адамдардың қалтасынан ұрғандықтан маған қалайда консультацияға жазыла алмайды. Өйткені оларға менің айтатын сумам өте қымбат. Маған көп жағдайда өте табысы үлкен кәсіпкерлер келеді ғой менің консультацияма. Сондықтан мен жалғыз барлықтарыңызға үлгермегендіктен, мен сияқты нарыққа мамандар өте көп керек. Сондықтан айналайын ми курсын жақсы бітірген, алғашқы лекте офлайн менімен жұмыс жасап, тапсырманы өзім тексеріп, жарып шыққан студенттерді, скорее всего, командама аламын. Сондықтан, кімге қызық болса, ары қарай қалыңыздар, мен сіздерге айналайын ми курсы туралы айтып беретін боламын. Жақсы ма? Так, кретин сіңімді отказ жасаттым. Керемет, насколько смелый, настолько свободный дейді. Вау, супер, керемет сабақ, қорқынышты жеңемін деген ойдамын, өкінішті келесі сабаққа қатыса алмаймын, ақшадан тарығып отырмын дейді. Рассрочкамен қатысып көріңіз. Мида ми танышы болғым келеді дейді. Айналайын ми қашан, қанша тұрады? Күшті дейді. Күшті мүмкіндік. Уақыт жоқ деген жалған, бәріне үлгеруге болады. Екінші лек қашан бастайсыз? Мен екінші қатысамын. Екінші лек, скорее всего, может сентябрь, мен білмеймін. Бірінші лек қалай өтеді, соған байланысты. И менің уақытыма байланысты, хорошо? Ол кісі басқа қаладан болады ма дейді. Желательно Алматыдан, өйткені төлем жасадым дейді. Жарайсыз, Сәулет ханым. Енді Жанар ханым, я точно не знаю, но егер даже онлайн екінші пакетті жақсы оқысаңыздар, возможно, онлайн тоже жасауға болады. Өйткені это не только Алматы қаласында, но вообще в целом Қазақстанның барлығына керек қой. Так что, возможно, я такое тоже рассмотрю. Но бұл идея маған кеше келгендіктен, өйткені кеше маған консультацияға өте көп запрос келді. Мен бәріне отказ жасадым, ойлаңыздар. 2 сағат консультация мен 150 мың теңге тұрады. Енді айтпаймын сіздерге сразу 150 мың теңге табасыздар 2 сағаттан деп. Но хотя бы өзіңізге көмектесіп, кейін сағатына 5 мың теңге дегеннен бастасаңыз да жаман емес қой. Сондықтан делегировать еткеннен бұрын, Құндыз ханым, мамандар жоқ нарықта, мамандар вообще жоқ, адамдарға көмек керек. Адамдар мидан, тотальный проблема мидан болғандықтан, барлығы прям миға кеп тіреліп жатыр да. Сондықтан менің мақсатым сауатты, жақсы мамандардың санын көбейту. Я не жадная. Мен білімді, мысалы, 3 күннің ақпараты негізінен 3 түрлі курсқа татитын нәрсе ғой. Бір 30 мың теңгенің ақпарат айтылған шығар 3 күнде. Так что адамдар өте көп керек. Керек дейді. Бағасы қанша? Қатысам болар еді, мүмкіндік зор дейді. Вау, маған сентябрь, октябрь болса супер болады. Сол уақытқа қарай келіңіз, хорошо? Әдем айтасыз дейді. Супер. Ондай болса, давайте ары қарай айналайын ми курсы туралы сіздерге ақпарат бере қояйын. Жақсы ма? Кімге қызық қалыңыздар, кім жоқ, ол мүмкіндік маған қызық емес. Болды десеңіздер, контент осымен бітті. 3 күндік вебинарға қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал мен болсам, енді таза айналайын ми курсы туралы айтатын боламын. Ең біріншіден, расымен де
барлық нәрсе 3 күнде мен сіздерге жеткіздім деп ойлаймын, иә. Яғни кез келген нәрсе ол ми. Менде 8 бизнес, ойлаңыздаршы, 8 бизнес банкрот болған кезде 8 ретте просто менің бастағы программам басқа болып тұрған ғой, түсініп отырсыздар ма? Бизнесті әрқашан банкрот болады, Қазақстанда бизнес жасау қиын деген программамен жүргендіктен миым дұрыс жұмыс жасамағандықтан менде сәйкесінше өмірде нәрсе орын алмаған. Сондықтан да біз мимен жұмыс жасауымыз керек. Және айналайын ми бұл нақты осы миды көндіруге арналған. Офлайн орын әлі толған жоқ. Қателеспесем, 5 орын уже алынып қойды. Енді 10 орын либо шектеу лимит жасаймын, либо 15 орын. Сондықтан лучше нете қойыңыздар, иә. Алдын ала жасаған дұрыс. Ондай болса, мен өзімнің миссиямен бөлістім. Миды танып, оны жалпы саналы, иә, өз миын көндірген, мақсатқа, нәтижеге оңай жететін адамдардың санының көбейгенін қалаймын, иә. Сондықтан да қазіргі курстардан айырмашылық менде, мен осындай Пол Маклин теориясы, иә, қаншама теориялар өте көп, эксперименттер өте көп, Вселенная 25, оның, эксперименттер өте көп миға байланысты. Не үшін біз былай ойлаймыз, не үшін біз былай ойлаймыз деген сияқты. Менің курста беретін көбісі ғылыми дәлелдеме эксперименттер. Және өте көп мысалдар болады. Это не так, что так, давайте, поверьте, пожалуйста, аффирмация жасайық барлығымыз. Или там, давайте, что-то такое магическое, да? Жоқ, ондай емес. Нақты ғылыми дәлелдеме эксперименттер өте көп болады, иә. Сондықтан да давайте курстың басқа адамдарға ерекшелігі осындай. Ми танышы боламын. Давайте, Мұрат, Алмас, жарыңыз, ондай адамдар бізге өте көп. Сондықтан мен бәрін білемін деп ойлап, енді бұл 7 кедергіге олай қатты тоқталмай қояйын, бірақ бізге өзгереміз деген осындай кедергілеріміз бар, иә. Яғни мен бәрін білемін деп ойлайтындар, өтірік курстардан шаршап ізденуді тоқтататын адамдар, маған ешнәрсе көмектеспейді деп ойлайды, ерекше қабілет қажет деп ойлайды, сиқыр күтеді, уақыт жоқ және өзіне инвестиция жасамайтын адамдардан өзгеруі өте қатты қиын. Сондықтан маған аффирмация өтпейді, сол дәлелдеме болмаса дейді. Менде де тура солай. Мен миллион қаншама курсқа қатыстым, бәрі аффирмация айт. Бірей маған өтпейді аффирмация. Не үшін мен аффирмация айтуым керек? Вы докажите деген секілді айтсам, уже көбісі тоқтап қалады. Ал мен оның түбіне жеттім, ба, чұқылап, аффирмация не үшін жұмыс жасайды, не үшін жұмыс жасамайды, қалай болады деген ақпараттың барлығын мен кәдімгідей түбіне жеткен болатынмын, иә. Сондықтан ақшаға деген көзқарасты өзгертіп, миды көндіріп, жақсы табыс табуға болады, иә. Енді менде пікір, комментарийлар курстан өте көп. Егер күнде маған келіп жатқан сіздерден де мысалы қаншама пікір келіп жатыр, иә, сабақ өтті, күшті болды деген сияқты, иә, маған тура сондай 1040 хат келеді. Оның әрқайсымен бөлісе берсем, менің сторисім, жұмысым тек қана жақсы пікір бөлісу ғана болушы еді, иә. Сондықтан да басқа адамдар көмектесіп нәтиже алып жатыр. Яғни курстың сапалы болатынына мен өзім гарантия бере аламын, өйткені мен өзім сапаға қатты жауапкершілік алып, сондай нәрсе жасағанды жақсы көремін, иә. Яғни өтімді сапалы продукт, өнім шығарғым келеді да Қазақстанда. Сонымен миды танып, оны көндіріп мақсатымызға жеткіміз келеді ме? Жауап берейікші осыған. Күшті болды ғой дейді. Курс онлайн бола ма? Онлайн курста бар, офлайн да бар, Алматыда болсаңыздар сондай. Онлайн оқысақ куратор болып сізбен қызметтес бола аламыз ба? Қараңыздар, онлайн қазір пакеттерге келіп жетеміз. Бірінші потоктың тапсырмаларын өзім тексеремін, өйткені как раз таки тексеретін адамдар жоқ қой, ол дұрыс тексерген адам айта алмайды, иә. Сондықтан да бірінші лектен мен, скорее всего, 2 адамды жұмысқа аламын, чтобы олар екінші, үшінші лектің тапсырмаларын тексеріп, жауап беретін адамдар қажет маған, өзімнің командама, иә. Сондықтан да егер жақсы нәтиже көрсетіп жатсаңыздар, курстар, сосын командаға қосылу мүмкіндігі бар. Мен фактпен жүреді дейді. Бәріміз ми танышы болайық. Почему бы нет? Өйткені по идее, ми танышы болайық дегенде, миды тану ол негізінен әр адам, мынау тамақ су ішеміз ғой, сол сияқты уже миды тану ол біздің күнделікті өмірімізге ену керек нәрсе да, негізі ше. Сондықтан бәріміз ми танышы болуымыз керек, әрине. Так, келеді дейді, қатысамын, әрине. Ондай болса, айналайын ми курсына
қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Бұл курс осындай дамығысы келіп, мақсатқа жеткісі келген адамдарға арналған. Ал үнемі өмірді немесе өзгені жамандап жүріп, ешкімге сенбей, мен бәрін білемін дейтін адамдарға арналмаған, иә. Сондықтан олай оған келмей ақ қойсаңыздар болады. Курс қалай өтеді? 2 ай, 8 апта жұмыс жасаймыз. Апта сайын 2 сабақтан доступ ашылып отырады сіздерге. Яғни общий 16 сабақ болады. Бірақ 16 сабақ дегенде бір сабақ ол бір видео емес. Бір сабақтың іші өзі көп видеоға толы болуы мүмкін, иә. Сондықтан 16 ауқымды сабақ, себебі тапсырмалар өте көп, ақпараттар өте көп. Мен 770 теңгенің өзіне сонша ақпарат берсем, 2 ай не болатын әлі өзім шок болып отырмын. Но беретін ақпарат өте көп, иә. 30+ тәжірибелік тапсырма жаттығулар берем, кез келген нәрсе ғылыми дәлелдемесі, эксперименттер берем. Жұмыс дәптері болады, кері байланыс куратор болады, және бізде ортақ чат болады. Енді бағасына келетін болсақ, қандай нәтиже аласыз дейді. Нәтижені уже өздеріңіз ақ көріп отырсыздар, иә. Бұл жақты жан-жақты дамуға болады. Жұмыс болсын, карьера болсын, отношения болсын, любой нәрседе сіз күшті нәтиже ала аласыз, иә. Сондықтан да курс қанша тұрады деп ойлайсыз? Осының барлығын алатындай, өміріңіздің өзгертудің мынандай билеті ғой, шыны керек. Жұмыс дәптерін сіз бересіз бе? Мен берем жұмыс дәптерін. Прям жұмыс дәптерімен жұмыс жасайтын боламыз. Ол онлайн. Қараңыздар, бізде 3 түрлі формат бар. Стандарт бар, про бар және офлайн 3 түрлі вариант болады. Бізде стандарт пакетінде, қараңыздар, бүкіл 16 сабақ ол платформада бар. Барлығы видео түсірілген запись болады. Бірақ үй тапсырмалары болады. Қазір курс ұзақтығына қатысты толықтырып айтам. Мына жақта айырмашылығы неде? Стандартта кері байланыс жоқ, прода кері байланыс бар. Сонымен қатар жұмыс дәптерін проларға береміз. Яғни жұмыс дәптері деген сіздер басында скачать етесіздер де, ары қарай сонымен жұмыс жасайсыздар. Оны біз про пакетіне береміз. Және офлайнның айырмашылығы 16 сабақ онлайн аласыздар да, онлайн оқып, Алматыда болады 2 ай бойы. Алматыда келіп, біз еще плюс 16 менімен бірге офлайн кездесу болады. Менің 2 сағат консультациям 150 мың теңге есептеген кезде, менімен 16 рет кездесу, по идее, офлайнның бағасы өте қымбат болу керек еді. Бірақ негізгі бағалары осындай, 80 мың, 120 мың, 300 мың деген секілді. Бірақ енді бұл ең бірінші лек болғандықтан, ең бірінші вебинар болып маған келіп жатқанды, сенім артып жатқандарыңыз үшін осындай жеңілдік жасағым келіп отыр, иә. Яғни бірінші пакет 60 мың, екінші пакеті 90 мың, және VIP менімен бірге 16 VIP-те тек қана 10 орын жасамай деп қателеспесем, өйткені офисқа 10 адамнан артық сыймайды. Аптасына 2 реттен менімен бірге кездесіп, офлайн 16 рет кездескен кездің бағасы бұл 225 мың теңге болады. Курсын 0 теңгемен бастауға болады, себебі бізде қазір рассрочка жүріп жатыр. Кеше сіздерге қарыз алма деп, бірақ қарыз қашан алуға болады деген сұраққа да жауап беріп кеттім ғой. Яғни бұл инвестиция, білім, өзімізді тануға, миды тануға деген инвестиция болғандықтан, сіздер қазір кнопка қалдырып кетемін, заявка тастап қойсаңыздар, ертең сіздерге қас қосып қояйын, ертең сіздерге біздің менеджер хабарласып, бөлім төлеймін деген, не деген үлкен кнопка шығып кеткен. Бөліп төлеу арқылы қатысып, сіздер уже нәтиже алып бастасаңыздар болады. Хорошо? Жоқ, бұл скидка қазір осындай ғана. Так, қараңыздар, сонымен жұмыс дәптерін мен беремін, рассрочка про пакет сатып алым, ол онлайн, офлайн жоқ оныкі. Алыңыздар, шөкінбейсіздер дейді. Рахмет, Мұрат Алмас, сенімділік арттырғаныңызға. Сентябрьда аламын сабақты, ала қаласы уже настрой, мақсат кетті вселенныйға. Керемет, Гүлжан ханым, давайте, я вас жду. Офлайн қай айда? Біз бұйыртса келесі
айдың 10-ы уже технически ашылу, ал 12-сі, я қателеспесем, понедельник уже сабақ басталады. Ну, 10-нан бастап тіркеп бастаймыз да, 12-сі күні сабақ ашылады, хорошо? Керемет мүмкіндік, я өте күшті. Ну, қараңыз, скидка дегенде келесі лектерде, скорее всего, возможно, баға даже қымбаттауы мүмкін. Өйткені, ну, қымбаттауы мүмкін, себебі уже курс толыққанды бағасын еткен кезде бұл кәдімгідей қымбаттау мүмкін. Я сондықтан да жоқ, олай жасамаймын, Анастасия ханым. Сонымен мүмкіндік болмай, так, хорошо, онда келесі лекте сізді күтемін, хорошо? Қуаныштан ұштым ғой дейді. Продам сізбен кездесу бола ма? Так, продам деген, продам менімен кездесу болмайды өкінішке орай, өйткені ол онлайн вариант, офлайн емес. Қашан басталады? Оны да басталады. Ну, Гүлжан ханым, давайте на следующий этот лек күтем сізді, хорошо? Қазіргі 3 күннен алған білімді өмірге енгізіп, уже начнем, хорошо? Сіз сондай қарапайым екенсіз. Рахмет. Мен жақсы көрем, мен андай пафосты вообще көтере алмайтын адамын. Маған ұнайды, когда по-свойски өзіміз отырып чай ішіп деген сияқты ше. Сондықтан өте қуаныштымын. Гүлжан ханым, все, давайте вселенныйға жібердіңіз, сізбен берсе әлі де кездесеміз, хорошо? Сол, ондай болса қараңыздар, курсты 0 теңгемен бастап кетуге енді болады. Бізге сайтқа жасаңыздар. Бүгін одан басқа тағы да рычаг курсын сыйлыққа алсаңыздар болады. Егер бүгін төлем жасасаңыздар, уже бүгін қосылсаңыздар, орын алып қойсаңыз болады. 5000 теңге ма предоплата жасап, бізде офлайн 5 орын ғана қалды деймін, қателеспесем. Бүгін сұрау керек, қанша адам сатып алған. 5 орын қалды. Егер прям точно қатсам десеңіз, уже 5 орын қалған алып қойыңыздар, я. Өйткені офлайнда 10 адамнан, ну, может быть, 15 адам жасаймын. Мен еще точно білмеймін, өйткені офисқа сыймай қалуымыз мүмкін. 10 адамның ішіне точно кіру үшін вы можете сделать предоплату. Мынау менің реквизиттерді жасап, оны қазір мен сіздерге астына кнопка шығарамын. Біздің менеджер номері бар. Менеджерге чек жіберіп, орын алып қойсаңыз болады, хорошо? Мен курс бағасын ақтайтыма жүспай сенем. Мен көбірек айтайын, сіздер еще оны ақтап, еще плюс еселеп аласыздар. Так что өзімізге құйған білім ол нетеді. Басқа адам қалдырсақ, ну попробуйте, Риза ханым, вдруг получится. Сонымен, так, орын алып қойсаңыздар болады. Кейін орын ала алмай қалдым, офлайн бітіп қалды ма деп маған ренжіп жүрмеңіздер. Себебі қазір вебинарға қатысқан адамдар ғана білді. Ертең басқа адамдар да біліп, орын қалмай қалса, онда келесі лекке офлайнға қаласыздар. Хорошо? Сондықтан менеджерге чек жіберіп қойыңыздар. Бағасы қайтадан осындай скриндеп алсаңыздар болады. И тағы да не айтамын сіздерге, рычаг курсын уже сатып алсаңыздар, ну, рычаг курсын сразу ашып береміз. Келесі 10-на дейін рычаг курсын қарап шықсаңыздар болады. Рычаг курсының өзі кәдімгідей 10.000 теңгелік ауқым, ну, 4 күндік интенсив курс. Оның өзінен адамдар прям миындағы установкаларын тазартып, күшті нәтиже алып жатыр. Так, мен курс қалай аламыз рассрочка? Сіздер қалай аламыз дегенде, қазір сайттың несін шығарып қоямын, кнопкасын. Астында мені бөліп төлеймін деген кнопка тұр. Соны қазір басасыз да, заявка қалдырасыз. Ертең біздің менеджер сізге звондап, қалай рассрочка алуға болатынын айтады, хорошо? Жанар ханым, сізге менеджер өзі ертең хабарласып көмектеседі. Сіз бүгін просто предоплата жасап қойып, жаңағы WhatsApp номерге жазсаңыз, сізге орын алып қояды, а потом рассрочканы алуға көмектеседі, хорошо? Я бірінші күні рассрочкамен алғандарға рычаг курсы беріледі. И, скорее всего, бүгін сіздерге уже беріліп қойды. Бүгін уже логин пароль сіздерге беріледі, сіздер кіріп рычаг курсын қарай берсеңіздер болады, хорошо? Все, ондай болса осындай, ал егер кім рассрочкасы сіздерге тағы мотивация, кім толық төлем жасаса, менде рычаг курсынан басқа тағы да 3 курс сыйлыққа бере аламын. Ми тыныштығы бар, Эйнштейн сияқты оқы бар.
неше түрлі қандай тағы курстар бар, супер жады, тиімді оқу және басқа да өте күшті курстар бар. Егер толық төлем жасасаңыздар, соны алсаңыздар болады. Ал әлі алмасаңыз, сізге менеджер өзі жазып рычаг курсына доступтар береді. Хорошо? Сондықтан үш жолымыз бар, әрине, еш нәрсе өзгертпейміз, немесе инструментариймен жұмыс жасаймыз, немесе менімен бірге 2 ай бойы жұмыс жасап керемет нәтиже алсаңыздар болады. Я мен прям очень сильно хочу, чтобы қазақ халқы дамып, өз миын танып, күшті нәтиже алған қалаймын, және бұл өзімнің миссия жолымда прям жұмыс жасауға, ерінбей жұмыс жасап, қызмет жасауға дайынмын. Я сондықтан да менімен бірге 2 ай бойы оқып дамайық, өсейік. Сіздерден бүгін тағы да бір рет соңғы уже қорытындылайық, я 1,5 сағаттай отыр екенбіз. Сонымен ұсыныс қалай? Курс қалай сіздерге? Стоит, не стоит оқыған? Қалай ойлайсыздар? По-моему, 24 айға бөлген кезде екінші пакет ай сайын 3500 теңге ма? Сондай шығады. Вообще кайф қой, ай сайын 3500 теңге төлеп өмірді өзгертіп алу деген. Инструментарий деген ол әрекет қой, әрекеттер. Офлайн 225 тұрады қазір. Толық емес отбасына скидка бар ма? Жаза қойыңызшы менеджерге, менеджер маған жасын, қарастырамыз. Өйткені бізде Анастасия ханым скидка туралы жазасыз ғой өзіңіз. Негізен бірінші күні біз әлде қайда басқа бағамен сатқанбыз. Үшінші күні уже басқа баға. Енді вебинар бітіп, басқа қатысушыларға уже, скорее всего, мүлдем басқа баға болады, өйткені олар вебинарға қатыспады. Сондықтан менеджерге жазыңыз, можем что-нибудь придумать. Хорошо, көреміз. Қиын күшті болды сабақ деген керемет тема. Сіздер курсыңыз тіпті вау дейді. Рахмет сіздерге. Прям от души күшті хаттар жазып жатсыздар. Көп балалы аналарға ше. Почему бы нет? Давайте ойластырайын. Мен точно білмеймін, өйткені біз әлі ондай нәрселерді қарастырып көрмедік. Студенттік пакет, анау деген сияқты. Қазір онлайн продюсер командамен бір ақылдасып, финансистпен ақылдасып, сіздерге тоже жауап берем. Почему бы нет? Может быть, придумаем что-нибудь. Көп балалы аналарға, студенттерге деп көреміз. Но пока ондай скидка жоқ. То, что қазіргі баға, это и так есть уже со скидкой. Офлайн 300 000 теңге тұрады, бірақ вы можете 225 000-ға қатысуға. Даусыңызға қызық кеттім дейді. Ой, рахмет. Не зря вокалға қатысып жүрмін, да? Ой, вокалдың өзі деген кәдімгідей бір әлем екен. Мүмкіндік жасаңызшы дейді. Хорошо, көреміз. Менеджер номері бар ма? Менеджер номері бар. Давайте мен бөліп, ссылканы жіберем. Давайте мен сіздерге телеграмға еще ссылка жібере қояйын. Сол жақта сіздерде сайтқа ссылка болады сіздер. И мінекей менеджердің несін шығарып қойдым. Ссылкасын, мына кнопканы бассаңыздар, менеджерге чек жібере аласыздар. Хорошо? Хорошо. Нұр үстіне нұр болар еді дейді. Вокал деген күшті ғой. Жақсы, халқым, рахмет. Дауысыңыз сыңғырлап шығады дейді. Сіздерге көп рахмет. 3 күндік вебинар сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер көп пайда алдыңыздар деген ойдамын. Егер басқа бір алғашқы күндерді көре алмасаңыздар, платформада барлық ссылка, барлық сабақ болады. Айтылған ақпаратты тек қана естіп қана қоймай, оны әрекетке көшіп, прям нереально тапсырма ретінде орындаңыздар. Сол ғой, менде қоштасу ең қиын бөлім негізі ше. Мен көбінесе сабақта бір 5-6 рет қоштасасың, все қоштасасың, тағы сұрақ шығады, оған жауап бересің, тағы қоштасасың. Сөйтіп жүргенде кәдімгідей тағы да біраз уақыт өтіп кетеді. Сондықтан нетсеңіздер болады. Ұзарып жатқаны да содан. Жақсы ғой, Все, рассрочкамен қатысам ба деп тұрмын. Почему бы нет? Давайте, Мөлдір ханым. Потому что мен курс, просто қараңыздар, курс нереально офигенный, күшті екеніне мен сөз беремін. Ол керемет. Главное, сіздерден де маған тура осындай отдача керек. Вот как 3 күн бойы сіздер хат жазып, сұрақ қойып, чатта белсенді болып отырсыздар ма? Тура сондай настроймен, тура сондай порывпен айналайын миға келіңіздер, мы все сделаем, хорошо? Прям мимен кәдімгідей жұмыс жасаймыз. Қарсыласу көп болады, бірақ мы это победим, хорошо? Өйткені прям интенсивно жұмыс жасайтын боламыз. Сол онда халқым, рахмет бар.
барлықтарыңызға келгендеріңізге 3 күн жақсы өтті деген ойдамын. Менің көңілімнен шықты, сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдаймын. Ондай болса, келесі айналайын ми курсында немесе менің басқа курстарымда жолыққанша. Айналайын ми бастай алмасаңыздар, можете рычагтан бастауға, менеджерге жазсаңыздар, сізге көмек береді. Хорошо? Ондай болса, көріскенше, давайте, пока-пока.